Арнайы солақайларға арналған кинокамера. Сүңгуір батискаф осылай жарықтарын жағып сүңгісе, аккумулятор түбіне жеткенше отырып қалар еді. Жарайды, батискафтың су астындағы сейфті тауып алғанына көз жұма салайық. Бірақ сол сейфті бетіне көтеріп шығады дегенге сене алмаспын. Өйткені ағаштың өзін қол қалтырап әрең жылжытты. Бәрекелді, алып шықты. Құлып аралана бастады, бірақ келесі кадрда жұмысшы енді аралауға кірісті. Қағазға Розаның әрбір битіне дейін көмірмен жағылып салынған сурет жылдар бойы суда жатып еріп кетпепті. Сюжетті жылжыту оңай болу үшін Роза ас үйге кірген бетте зомбо жәшік қосыла қалып, керек арнада өзіне қатысты ақпараттар сайрай бастайды. Қазір ғана теледидардан көрген адамның жер серіктік телефонына хабарласа салу не деген оп-оңай. Роза суреттерді қойып отырғанда ешқандай ит байқалмайды, сәлден соң шпиц пайда болады. Кэл таңғалған түрмен Титаникке қарап тұрады, ал режиссер соның артындағы түсірілім үшін құрастырып бітпеген Титаниктің сұлбасын жасыруды ұмытып кетіпті. Жалпы планнан алғанда кемеге кіретін 4 баспалдақты байқауға болады. Ортаңғысы, астыңғысы және үстіңгісі, ал шеттерінде біреуден. Сәлден соң ортадағы баспалдақтың астыңғысы жоғалып, үстіңгісі көлбе позадан түп-түзу қалыпта орналаса қалады. Сұмдық, кеме қазірден бастап батып жатыр ма? Две пары. Ниенте. Егер покер ойында екі жұп керек болса, онда Фабрицио неге жоқ деп отыр? Біз көрдік қой қолында екі бірдей рангты карталарды. Кеме тұрағынан арқанды енді лақтырып жатыр. Ал бағана отырғызу бітіп жатқанда олар онсыз да түсіп тұрған етін. Киноның ішіндегі камераға түскен фрагментті осы киноның өзіне шағылыстырып қолдана салыпты. Кеменің ортаңғы винті жағалаудан алшақтағанда іске қосылу керек. Ал кинода ол материктік қайраңды тастамай жатып айнала бастайды. G60. Төменгі дәрежеде мұндай G60 бөлмесі болмайды. Ну ты что, старик, уже спишь? Ауызды ашпай сөйлеу әдеті. В Шербурге на борт поднялась женщина по имени Маргарет Браун, но все называли ее Молли. Асықпаңдар, Маргарет Браунды кейінірек апаттан соң Молли деп атайды. Ал бұл кезде оның аты Мэгги болған. Кеме бір жерді айналып жүргенде күн капитанның сол жағына түседі де, қас қағым сәтте оң жағына ауысады. Біраз минуттардан соң өз орнына қайта оралады. Көпірде ауадан бір адам пайда болды. Секунд бұрын ол жерде ешкім болмаған. Титаниктің тұмсығына шығуға қатаң тыйым салынған. Ал мына екеуіне шығуға болады. Бастысы шай суып қалмаса болды. Жолаушылардың көлеңкесі өздеріне ұқсамайды. Жалаңбас еркекке шляпа келіп кетеді. Әйелдің бас киімі бүркіттің ұясына айналады. Кеме тұмсығындағы 3 жолақтың түсі 3 кадрда 3 түрлі. Ал деңгей көрсеткішіне қарасақ, кеме біресе жүзіп жүреді, біресе ұшып барады. Еден жуушы матростың алдындағы су 30 секундта кеуіп кетсем ба дейді. Ал еден тақтайлар кадр сайын қоңырдан сарыға боялсам ба дейді. Кадрларды көлденең шағылыстыру тағы басталды. Тұмсық алаңында тұрған құбыр сол жағында тұрған. Енді оң жағына қарай қашып кетеді. Кеме батып жатқанда қайтадан өз орнына тұра қалады. Тіпті Розаның қалы сол беттен оң бетке секіріп тұрақтамайды. Күннен түскен көлеңке сағаттық белдеулер секілді кеменің тұмсық жағында тігінен, ал бергі жақтарда көлбе бұрыш жасап түсіп тұр. Вы слышали о докторе Фрейди, мистер Исмей? Его мысли об озабоченности некоторых мужчин размерами показались бы вам крайне интересными. Зигмунд Фрейдтің бұл еңбектері 1920 жыл жарық көре бастайды. Сен оны қайдан біліп қойдың? Сыйымдылығы 2439 адамдық Титаникте Джекқа керемет оңашада шылым шегетін орын табыла қалыпты. Дубльдер кәсәгі. Роза көйлегінің етегін ұстап тұрады да ұстамай қалады. Сосын қайтадан ұстап тұрып ұстамай қалады. Ұстап тұрады, ұстамай қалады. Темекі біздің көзімізше суға түскісі келмей, ауада еріп кетеді. Роза еденге жатқан сәтте құлағындағы сырғасын жоғалтып алады. 56 каратов, если точно. 56 карат алқа тастан кішірек болар. Мына жолаушының қолындағы шляпа әп сәтте басына келіп кетеді. Ал мына кісі ұзын қара пальтода кетіп бара жатып, сұр пиджакқа киініп үлгереді. Затем уехал в Лос-Анджелес, на пирс в Санта-Монике. Будем кататься на американских горках, пока нас не затошнит. 1912 жылы Санта-Моника жағалауында айтылғандай әткеншек болмаған. Ол тұрмақ ойын-сауық саябағы да ашылмаған. Болашаққа бара бермесеңдерші қайта-қайта. Ықтималдық теориясы таңғалдырады. Моллидің ұлы киетін костюм Джекқа тура келе салады. Әдеттегідей кейіпкер айнаға қараған кезде өзін-өзі көре ала ма, көре алмай ма шаруасы жоқ. Бастысы камераға ыңғайлы позада тұра қалады. Ұятсыз әйнекпен айна бүкіл фильмде операторлардың масқарасын шығарудан жалықпайды. Кеменің ішінен алғанда терезеден іш пыстырарлық көк аспанның декорациясын байқап қоямыз. Бірақ мұхит планымен алғанда күн көкжиекке әдемі түспен батып жатыр. Адам баласы балерина болу үшін сыра көбірек ішу керек екен. Розаның корсетін тартып қалса да баулары өз орнына қайтып келеді. Сосын оны қайтадан тарту керек. Ал оның барлығы кадрға түсіп тұр. Пианино ойнарда қолдарыңды кішкене ары-бері жылжытсай, фонограмма екені білініп қалды ғой. Кеменің бір тұмсығында дубльдер түсіре бергеннен пайда жоқ. Одан да неше түрлі Титаниктің макеттерін көрсетіп мақтанайықты. Сонда біздің еңбегімізді Казойс бағалайтын шығар дегендей, Джек пен Розаның артындағы көпір екі жерде екі түрлі. Қоршаулар мына жерге келгенде бітіп қалады, ал жалпы планнан алғанда әлі де ұзын боп жалғасады. Сол қоршаудың бөлігі біресе бір-бірінен ажырап тұрады, біресе Джек пен Роза сияқты үстіңгі жағы қосылып кетеді. Кеме ақшқа жүзіп бара жатса, онда неге күннің батысы тұмсықтың алдында емес, бұлардың сол жағында тұр? Жол-жөнекей мұзды мұхитқа шомылып шығайын деді ма? Қария Розаның сырғалары тік ұшақтан түскенде басқа, баянын бастағанда өзгеріп, әңгіме ортасында алдыңғы сырғасын қайтадан тағып алады. Және қасындағы тыңдаушылар да тез арада киім ауыстырып түрленуге құмар әйтеуір.
20 ғасырдың басындағы есіктер өздері ашыла алатын болған екен. Ал біз қазір супермаркет есіктеріне таңғалып жүрміз. Джек суретті бір сызықпен бастайды, секундтан соң оны өшіріп тастайды. Сурет 85 жыл бойы су астында құр жатпай, уақыт өте келе сапасын жақсы жағына өзгертіпті. Титаниктің жүк қоймасына баратын жол қазандықпен өтпейді. Әйнектің мына біреу бұрышынан Джектің басы көрініп тұру керек етін. Бу қысымын арттыратын дөңгелек мыс түстес бола тұра, қараға боялып кетіп, қайта сарғаяды. Ал бұрағанда қалай болса солай біресе сағат тілінде, біресе оған қарама қарсы бағытта қозғалтады. Әй, осы сендер кінәлі болдыңдар ау шамас. Қабырғаның тесілген дублін екі ракурстан қайталап көрсетеді. Өмірдегі 5 минут кинодағы 1 минутпен теңеседі. Фабриционың бетіне дәліздің жарығы түсіп тұрады. Ол төсектен секіріп түскен кезде бізге жай ғана елестеген екен. Титаник мұздауға тұмсығымен соғысқан еді, бірақ құйрығымен батып жатыр. Қалай ол? Туй, камераға біреу емес, екеу қарайтын болған ба? Оператор балмұздақ жеп тұр ма не? Тағы біреу болашақтың затын ұстап тұрады. Тоқылдағы әйнектер микрофон таяғын көрсетіп қойды. Есік іргесінің үстінде белгіленіп тұр. Бірақ бағана кейіпкерлер қашып жүргенде ол жоқ етін. Артқы планда төсектер қалыпты төселген. Бір кезде оның үстінен жастық салбырап тұрады. Мұхитта айсберг болса, онда судың температурасы 0-ден төмен екенін білдіреді. Бірақ Джек мынадай тұрыспен соңына жетпей қазірден ақ ұсып қалар еді ғой. Ең құрығанда қасыңдағы үстелге шығып алмайсың ба? Сұқпалатын болды ғой. Балтаны аларда әйнектер толығымен сынады. Келесі кадрда әлі сынып бітпеген. Роза балтаны қоршауға беттестіріп қояды, келесіде ол перпендикуляр тұра қалады. Джектің қолындағы кісен түзетін кезде үстінен тартқыш белдіктер жоғалып кетеді. Киноларда оқтарды санауға болмайды. 7 рет атылатын кольт тапаншасы байқамай 8 оқ шығарып қояды. Дала қараңғы болса да студиядағы прожекторлардың жарығы терезеден түсіп тұр. Ал қоршауға келдік. Енді ажалымызды күтіп тұрамыз ба? Жоқ, біреу байқамай сол жерден дәл осы есіктің кілтін алып өтіп бара жатады. Және де кейіпкерлер суық суға шомылып алғаннан соң гипотермияға шалдығып, сіңірлері тартылып қозғала алмай қала ма? Қайдағы? Кино әлі соңына жеткен жоқ қой, шыдасаңдаршы. Толқуды күшейту үшін инженерді ақымақ қылып қоямыз. Әйтпесе кіші қайық неге қиын жерде тұр? Бұны дүрбелең жағдайда халықтың осындай әрекеттерін тамашалау үшін ба? Өмірде болған адамды бұлай кинода кісі өлтірген деп жалған айып тағу деген енді авторларға енді естерің дұрыс па деген біледі. Британдық саулық тілеуде алақан бері қарап тұру керек. Америкалықпен шатастырмаңдар. Бірінші кадрда судың салмағынан мына терезе бірінші сынады. Екінші кадрда қасындағысын күтіп барып сынады. Ақ пен қараны ажырататын сары жолақ үзіліп кетті, ал бағана олар бір тұтас болған. Алдыңғы мұржа да өзгеріп құлап жатыр, ал фильм басында ол да басқаша болған. Сосын бұл мұржаның үстіңгі қара жолағы біресе жіңішке, біресе жартысын қамтып жуандайды. Кеме корпусы суланып 10 секундта кеуіп, қайта суланып, қайта кеппекші. Құрғақ винттан су ағып жатыр. Ауыздағы булар бағанадан бері ұялып, енді шыға бастады. Негізі Титаник өмірде бұлай ұзақ уақыт көлбеу қалқып тұра алмайды. Салмағы ауыр болғандықтан құйрығы судан көтерілмей жатып сына бастау керек. Адамдар өздері құлап жатқан жоқ, астынан біреулер троспен тартып жатыр. Кеменің алдыңғы жағында бағана қондырма құрылыстар бар еді. Ал енді олар судан қорқып қашып кетіпті. Жабық тұрған люктар бірден ашылып кетті. Трубаға жабысып тұрған еркектің үстінде құтқарушы жилет жоқ еді. Құлайтын кезде өзімен өзі киіле салды. Су бетінде қалқып тұрған есік тек бас кейіпкерлерге арналған. Ал жүзіп жүрген халық бұны байқап таласпайды екен. Аспанда жанып тұрған жұлдыздар кейбір жерлерде өшіп қала береді. Не үшін Джек Розамен бірге есікке мініп алмайды? Жарайды, бір тырысқанында есік аударылып кетті. Әй, Джектің ұраны ешқашан үміт үзбеу емес пе еді? Мына кісінің футболкамен жаурамай отырғанына ризамын. Есть тут кто-нибудь живой? Мұхитта жаңғырық болмайды. Джектің мұрнының астынан үскірік пайда болды, ал секунд бұрын жоқ етін. Карпатия кемесімен Нью-Йоркқа жүзіп бара жатқанда Роза 4 күн бойы Каледоннан жай ғана орамалмен тығылып жүріпті. Оның үстінен кеменің ең көрінетін жерінде. Оны қойш, Роза кейін актриса болып танымалдылығы артып жатса да, Каледон тегі Розаны бір іздеп таппаған ба? Жолаушылар азаттық мүсінін жақын қашықтықтан көру мүмкін емес, өйткені ол аралшаның ортасында орналасқан. Бір ғасыр жасап тастаған Роза кеменің қоршауына шығып жатса да ешкім үндемейді. Роза Нью-Йорк тұрағына жеткенде қалтасынан тасты тауып алады да таңғалып қарайды. Ал оған дейін 4 күн бойы тек қолын қалтасына бір самаған ба? Өз немере ұрпақтарыма осы тасты беріп, оларды байлықпен қамтамасыз етуге бола ма? Жоқ, одан да бұны мұхиттың қойнауына тапсырайын. Олар өздері жұмыс істеп байып алсын керек болса. Арттағы әткеншектің кейіннен 20 ғасырдың аяғына соғылатынына қарағанда Розаның жасы 80-нен асқан көрінеді. Бірақ суретіне қарасаң олай деп айтпайсың.